Шұғыл ақпарат тарады. Қазақстан қалың қар астында. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен. Арнамызға қош келдіңіз. Сәлемге және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Павлодарда көшелерді қалың қар басты. Ауа температурасы туралы 0-ден төмендеді. Қала тұрғындары әлеуметтік желілерге қар басқан көшелердің кадрларын бөлісіп, такси бағасының күрт қымбаттағанына шағымданып жатыр. Осы уақытта кейбір жүргізушілер жедел түрде көлік доңғалағын ауыстыра бастады. Астана-Павлодар автожолының ішінара жабылғаны хабарланды. Қазавтожол өңір тұрғындарынан алыс сапарларға бармай, жылдамдық режимін және жол қозғалыс ережелерін сақтауды сұрайды. Коммуналды қызметтерде қармен күреске кірісті. Павлодар Ньюс дерегінше, облыс орталығының көшелеріне 250 жұмысшы және 300-ден аса арнайы техника шықты. Қазгидромет мәліметінше, 11 қазанда Павлодар облысының солтүстігі мен шығысында тұман күтіледі. Павлодарда күндіз солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 15-20 миллисекундта құрайды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.